осыдан кейін еще мен аға жеңгелер, аға жеңгелер ортада биіне шақырамын өзімше. Аға жеңгелер, апа жезделер, билеп ортаға келіңіздер. Жаяудың музыкасы кетіп жатыр, жаңа Ақмарал бірдеңе Халида, бірдеңе Назира деген өлең кетті, дүк айтам, адам шықпайды да. Ема, что-то не то, бит қарап тұрса, кешек тойды тұрса. Ема, блин, вот картопка. Мына тамада айтып жатыр, аз сөйлесін деп. Келіншек, сезім қалай? Жаман ол. Неге жаман? Күнде неге мен ғана пол сүрте беремін? Ойбай, не үшін алдың сонда сен? Сонда пол сүртуге ғана болдың ба? Жоқ, кір жууға, үй сыпыруға. Бұда да келсеміз бе? Қалай келсеміз? Қол күресеміз, содан кім жеңіліп, бүгін полды сол жуа. Ой, жуа берсе одан. По-любому жеңіліп қаласың сен менен. Көреміз, а? Ойбай, жуа. Кел. Досым, сезім қалай, досым? Достар, егерде менің жұлдыз болғанымды қаласаңыздар, бейнебаянға түскенімді қаласаңыздар, сіздер менің банкомат номеріме осындай 500 теңгеден, тым болмаса ең көбі 500 теңгеден, мен ол ақшаның біреуін қарақан басыма жаратпаймын, телефонды алмаймын, киімді алмаймын, үйіме де жұмсамаймын. Уже небір жындылар шығып кетті қазір Фейсбукта. Ана Нұрдәулет, кім Нұрдәулет па? Жаслан. Уже менімен теңесіп жатыр да, уже менімен иттің итағай теңесетін уақытқа кеп қалдым да, уже мен бүйтіп жүре берсем, ертең мен уже признавать етпейді. Небір жындар шығып, мен солардың көлеңкесіне қалып баратым. 500 теңгеден төмен 200 теңге болса да ақша салып, маған сол өнерімді сіздерге сыйлау үшін ақша салсаңыздар, мен барлығын істеймін. Бұл ешқандай қалжың емес, достар. Құдайдың атымен шындық бұл. Ешқандай өтірік емес. Шынымен сөздің ашығы. Егер мені шынымен жұлдыз болғанымды қаласаңыздар, мен осындай